24 тамыз 1991 жылы артындағы қазіргі лейіндеп жатқан Украина мемлекеті өздерінің тәуелсіздігіне қол жеткізеді. Мінекей, сол тәуелсіздіктері үшін, өздерінің тілдері үшін халқы қазір соғысып жатыр. Егер ол нәрсе керек емес болса, үкіметке қарсы болса, халық соғыспас еді. Қорыққаннан да соғыспас еді. Ел үшін, жер үшін соғысып жатыр. Мінекей, бұл мемлекеттің тағдыры шешіліп жатыр бүгінгі күндері. Бұл мемлекетке тек қана жеңіс тілеймін, өйткені Украинада соғыс бітпейтін болса, бұл нәрсе, бұл жаман нәрсе қазақтың жеріне де келмесіне кім кепіл? Ешқандай кепілдік жоқ. Сондықтан Украина еліне тәуелсіздік құтты болсын. Слава Украине! И украинцы, если вы видите, я думаю, вы сможете и выстоите, и ваша независимость, она будет вечной. Дай Бог.